Астана қаласы Сарайшық 40 адресінде біздің әйелдер дамыту орталығы бар. Бұл орталықта істеп тұрған жоқ сияқты. Кім? Тикток кімде бар көріңдерші, тикток істеп тұр ма? Қосылып жатыр ма? Тоғжан көресіңші? Bir адам, екі адам мені қосылып. Я уже кіріп қойдыңыз ғой. Астана қаласы Сарайшық 40-та біздің әйелдер дамыту орталығы бар. Ерлер де отбасылық орталық. Бұл жерде біз толығымен өзіміздің дамуымыз туралы іс-әрекеттер жасаймыз. Дауысы қайда екен енді? Комплексно, толығымен комплексно. Бүгін менде дайректе күнде таңертең осы клубқа келер кезде дайректе өзімнің оқырмандарыммен әңгіме болады, разбор. Сол разбордың бір несін сіздерге айтып берейін. Бұл клубтың мақсаты адамдардың тезірек дамуына, өсуіне көмек беру. Бұл жерде спорт, дұрыс тамақтану және психология. Қазіргі заманда наставничество деген өте қатты дамыған. Мен де өзім былтыр жақсы наставниктан сабақ алдым. И байқасаңыздар, қазір наставниктердің бағасы 1 миллионнан аса. И бұл клубта сол бізде наставничество бар. Себебі мен өзімнің оқыған, өзімнің алған дүниемді сіздерге комплексінің бәрін бірге болсын деп, тезірек даму, тезірек өсу болсын деп бәрін қосып жатырмын. Сондықтан, егер де наставник іздесеңіздер, орта іздесеңіздер, Сарайшық 40-қа келіңіздер. Осы жерде бізде абонемент 45 мың теңге тұрады, 44 500. Оған күнделікті таңғы завтрак бір айға, тегін йога, тегін би кіреді. Және осындай наставничество кіреді. Өзіңізге достар табасыз, бізде марафондар болады, жаяу жүреміз, тағы да басқа марафондар болып жатады. Сондықтан қосылыңыздар. Енді бүгін таңда маған жаңа сол үшін қалып кеттім, хатпен сөйлесем деп, разбор жасаймын деп. Салып қыздарға. Бүгін таңда жалғыз басты ана хабарласты. Балам үйленген, балалары бар, бірақ кредитқа кіре береді, машинасы сына береді, бизнесі құлай береді, банкротқа түсе береді. И постоянно мен оның ақшасын төлеп жүрем, постоянно мен оның жаңағы жұмыстарын жасап жүрем, уже шаршадым, мен не істеймін деп. Сол кісіге ақырындап түсіндіріп бастадым, басында маймөңкелеп өзімнің жылы тіліммен сепарация керек, күйеуге тек кеттіңіз, мен болсам күйеуге тек кетер едім деп. Енді жас қой, енді 40-та, 45-те. Басқа қалаға кетіңіз, басқа шетелге кетіп қалыңыз. Жаңа кісі кетіп қалған ба не? Қай кісі еді ол? Сәлеметсіз бе, қалайсыздар? Сөйтіп, мына жерде егерде жалғыз басты мамалар болса, енді тағдырдың қандай да бір сыйы болып ажырасқан, немесе баланы жалғыз бағып жатқан бүгінгі эфир сіздерге айналады, и вообще әйелдерге айналады. Әйелдер өте, мен жаңа қызбен таңертең сағат 7-тен бастап сөйлестім. Сосын бір екі ауыз сөйлескеннің өзінде де менде понимание келді. Жаздым да, уже аяқ жағында уже қатты айтып кеттім. Ұсқан жоқ, дос жылатып айтады дейді ғой. Сенде энергия көп, сен уже елдің бәрін өзіңнің ақшаңмен, өзіңнің энергияңмен басып жатсың. Ол жігітке вообще өсуге уақыт бермей жатсың. Жүгіріп барасында машинасын алып бересің, жүгіріп барасында кредитін төлеп бересің, жүгіріп барасында сынып қалса моторын жасап бересің. Содан кейін, конечно, ол өспейді сенің қасыңда. Балам өте жақсы бала, семьясы да жақсы, әйел де жақсы, бірақ сондай жолы болмайды дейді. Осындай жағдайларда вообще қазақтың әйелдеріне айтқым келеді. Бұл жерде Өзбекстаннан да отырады негізі көп қыздар. Сепарация өте керек. Әсіресе жалғыз басты мамалар балаларына қатты жабысып алады. 20 жыл, 30 жыл баласын бағады да, сол балаға қатты бір махаббатпен аяйды. Қазақта аясаң аяма деген сөз бар. Сосын отличницалар да сондай болады. Приступ отличницы дейді. Кішкентай кезінен бәрі күшті болу керек, баласына күшті той жасау керек, баласына күшті машина алып беру керек, баласы шатаспау керек, баласы құламау керек, әйбат бала болу керек деген өзіне бір жазып алады принциптар. Сол принциптарды өлгенше жұмыс істейді. Өлгенше 60-қа 70-ке келгенше бір күнше құлағанша. 18 жастан өскен ұлға ақша беру деген әйел ақша берсе, уже разрушение. Әйелге де разрушение, әйелдің еркектік қасиеті кетеді. Әйелдік қасиеті, еркектің еркектік қасиеті кетеді. Өздеріңізге прям түйіп алыңыздар.
әйел адам күйеуінен ажырасқан кезде баласының алдында чувство вины болады всегда. Мен мынаның әкесін сақтай алмадым, или күйеуі өліп қалған кезде әке болып кетеді, мынандай жауырыны қақпақтай болып өсіп алады да, мен саған әке де болам, шеше де болам деп. Жаңағындай баласының алдында бетіне айта алмаса да, іштей өзінде бір чувство винымен жүреді. Сондықтан соның бәрін алу үшін мамаларға мына жерде қызық, мен басқа теманы айтып жатсам, біреу мерекемен құттықтап жатыр, біреу таңғы 5-те жүреміз бе? Каждый по-своему, короче, әркім өзімен өмір сүреді екен ғой. Сол Павлодарға сәлем, амансыздар ма, или жаңадан кіріп жатыр ма адамдар? Қыздар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, көп қамына. Бүгін жаңадан қыз келіпті. Ау? Инстаграмыңызға, тиктоктың оны қазір жаза алмайтын шығар. Алматыда клуб Ташкентская момышұлда ашылады. Уже дайындалып жатыр, қыздар скоро ашылады. Мына жерде қыздардың неше түрлі лекциялар, неше түрлі нелері бар екен. Молодцы. Сіздің есімің кім? Кәмшат, бұрыннан оқисың ба? Иә, Талдықорғанға барғансың. Осы Астанада тұрасың ба? Жұмыс жасайсың? Суббота, воскресенье только келе аласың да? Или былай? Осында келіп, Молодец. Жасың нешеде? Жап-жас екенсің. Молодец. Мен сізге келкеткем ғой алдында. Негізі мен Өскеменде Қатонқарағай деген жерде тұрамын. Бизнеспен занимаюсь, арендатор в школе. Соны бір жыл өзім істедім, екінші жыл повар алдым да, соны қайтадан енді доход айлана берсін деп ойлайсың, еще өзім жалғыз бастанамыз, бір қызым бір ұлым бар. Соны осы жаққа вахтаға келіп жүр. Соны келінім екеуміз сізді 3 жыл тыңдағанбыз. Соны келінім жете алмайды, ана жол айтып ғой, Кипрдан сізге келінім сәлем айтты деп. Сол сіздің дәптерлеріңізді сұраш баршы деп неше күн болды айтқан, соған келгенбіз шығар. Соған жол сізге бір келіп кеткеннен бір жұмадан кейін ғой деймін. Біз енді біздің жақта бәрі туризммен айналысамыз ғой. Бір жұмадан кейін ғой деймін, маған ұсыныстар түсе бастады. 5 жыл болды, анандай проект жасап алғамда, этноауыл деген. Соны басыма жастап жатам, армандаймын, сіз айтпақшы. Не нәрсені армандағанда жақсы армандау керек дейсіз ғой сіз. Сол басыма жасап сөйтіп жүрдім. Осы жолы бір кісілер юрта қойыпты да, 18 юрта қойды, бірақ та 2 жыл өздері жұмыс істете алмады. Сонан кейін енді соны бізге предлагают, Құдай бұйыртса. 50/50 жұмыс істейді. Мен негізі повармын да, тамақпен айналысамын. Содан жақсы жаңалықтар болып жатыр, сонан кейін сізге келдім. Сол кісілер енді маған жұмыс предлагать етіп отырған кісілер Умая ана деген скульптурамен айналысады. Алла берсе, сол скульптура сізге әкелейін деп отырмын. Бағымыз ашып, жолымыз ашылып, сізге келіп жақсы болып жүрміз. Сізге рахмет. Алғысымды айтайын деп, соңынан Гербалайф түшкім келеді, бірақ жұмыстан шыға алмаймын. 20 күн жұмыстамын да вахтада. Осы Астанада ма? Қарағандыда. Оның балаларыма қайтуым керек, сонымен қайтып кетемін де, бірыңғай келмейді. Неше балаңыз бар? 2, бір қыз, бір ұлым бар. Жастар нешеде? Қызым 15-те, ұлым 6-та. Нөлебайға барып бүгін кішкентай әлі. Сол сізге келсем, бір жақсылық боқалап. Өзіңізге бәрі жақсылық болсын. Келесі жолы келеміз, Умай анаммен. Болды, күтеміз. Ал қыздар, Кәмшат. Сізді баяғыда оқимын енді. Мен тұлғаларым оқиды сізді. Осы менің Инстаграмда қалғанда Гербалайфқа келіп келгенде көп болды, бәрі саған қалай Гербалайфқа келіп тап алғаным бар. Одан бәрі бару керек. Бірақ шынымен де сіздің лекцияларыңыздан біраз нәрсе үйреніп, өзгеріп, менің құрбыларымда кеткісі келеді жалпы. Бізге арқылы бұйырса енді нәтиже көріп, бақытта пәтер болғымыз келеді. Жылдан бері Талдықорғанда қай жылы болды? 17. Сол семинарлардан кейін не бар ма? Нәтиже бар ма? Иә, көп өзгеріс бар.
негізі даму деймін сіз оқып бастағаннан кейін системада жұмыс жасай бастағанда степ деген иә сенесің ғой сен миыңа кіре бастайды миың жыбырлайды сол бүгінгі таңертеңгі тема сондай болды. В общем, әйел адамдарға әйел болуды үйрену керек, сепарация керек. Көбісі пәленбай жыл жұмыс істеп қалады да, мына кісі сияқты. Сол жұмысынан шыға алмайды, ақшадан кеткісі келмейді. Содан кейін үйде мен жоқ болып қалсам бәрі қырылып қалады деген қорқыныш бар. таңертең келе жатқанда дүкендердің бәрі жабық, анда жүремін, мында жүремін, сосын келіп Талғат ағаймен әңгіме айтып жатырмыз. Ләззат ханым қайда? Ортамыз жаңа адамдарға сізге рахмет. Сізді 17 жылдан бері танимын. Сіз бірінші алғаш осында көшіп келген кезде мен сізді орталық базарда кездестірдім. Құшақтап, прям сізді кітабыңызды алып оқып, солай былай не істеп жүрмін ғой. Сосын қалай ханым десем, ау жаным дейсіз. Содан базарда құшақтасып, сіз не істеп жүрсіз мұнда, сіз Алматыда едіңіз ғой, мен көшіп келдім ғой дейсіз. Сонымен ана жерде ағам ұшып, қуанып, есіп жүріп, неше күнге дейін осылай жақсы сезімде жүрдім, жеп-жеңіл. Содан сол кезде балабақшада жұмыс жасаймын, 60 мың айлық жалақы береді. Содан сіздің оқы дегендеріңізді оқып, жаз дегендеріңізді жазып. Қарап отырсам, мен бұл түсініп маған неге келді, осы 2 күн болды маған осылай келді. Оқимын, тыңдаймын, сізді не істеймін. Бірақ мен осознанно сіздің ақыңызды бергім келді. Сізге мен ақы бергім келді. Ойбай, Алла ғой мен емес қой. Жоқ, енді сіз себепшісіз ғой ортада. Содан қарап отырсам, енді мен жаймен не істеп келе жатыр екен. Өсіп келе жатыр екен. Енді мен андай 5-ке оқитын оқушыңыз емес, 3-ке оқитын оқушыңыз. Сондай қазір қарап отырсам, енді жалақымды айтпай қойын, енді бәрі қосылып тұр екен деп. Сол таңертең ерте Талғат ағайға хабарласып, Құралай ханым келе ма, сарай шыққа мен келіп алғысымды білдірейінші деп едім. Маған өте көп қанат бітіреді, қуантады. Обратная связь деген Қай жақтан келдіңіз? Осы маңайда. Ризашылық деген осы өсіреді адамды. Ешқандай ақша, ешқандай не бұндайға жетпейді. Өсе беріңіз. Менде өзі 1,5 миллион адам оқыса, соның 20% отличниктер. Қағып алады да, оқып алады да, түсініп алады да, олар өздері сіздалып кеткен уже. Блогер, бірдеңе. Қалғандары орталар бар ана. 4-тіктер, 4-ке оқитын. Содан кейін 3-тіктер бар. Ілініп салынып ана Сабира ханымды 3-тік деймін ғой. Шуын сүйретіп жүресіңдер. Қазде жоқ уже. Ол кісі кетті. Да? Жоқ, троечница. Троечница. Ағасын айтуды. Стаканды бере салшы, ренжімесін, суымды. Қазір ғой енді бұрын қанша жыл троечница. Өздеріңізді, мен айттым ғой Талғат ағай, қазір келем деп. Короче, былай ғой, бұл клуб деген, енді бетіп қарап отырып, жаңадан келген қыздарға қарасаңыздар, бір сетеваға кіргізіп, сіздердің бастарыңызды айналдырып, сондай сияқты көрінетін шығар. Бірақ бұл жерде андай резкий рост бар ғой. Бір мысалы, Жигули ескі 78 жылғы мен сияқты машинамен барсаң, қанша жетесің Қарағандыға? Асықпай, да, там 3 сағатта. Майың ағып кеткен, қиналып деген секілді. Ал енді Lexuspен последний модели жетсең, 1-1,5 сағатта жетесің. Сол секілді бұл тяжелая артиллерия ғой. Барлық жағынан қосылады да, прям как огурчик. Баяғыда мен деген базарда сауда жасап, магазиндерім болған кезде жылына бір рет прям жақсы көретін, 3 күн, 4 күн укол алып, больницаға жатып, бір емделіп, массаж алып,
Потому что суықта ыстықта мынандай машинада жүресің да бәрібір өзімде сондай чувство болатын жел кіріп кетті деп өзімді ойлайтынмын да, ол кезде психологиям емес. Сонда бір как огурчик кетіп шығатынмын да, ары қарай жұмыс істеп. Демалыс қой енді былай қарасаң сол кезде ешқандай шетел деген дүниені білмеген кезде. Сол үшін бұл да сіздердің миларыңызға, өздеріңізге өте қатты демалыста. Біз ана жолы Гербалаевтың ана ата бабасының сабағын оқыдық қой. Сол кезде солар айтып жатыр. Қазіргі заманда вообще статистика жасаған кезде адамдарға здоровье и признание керек. Үшінші ақша. Прошлый векта 1900 жылдан бастап 100 жылда адамдарға тек қана тамақ, киім, комфорт мынандай. Сондай керек болған екен. И қазір мына Гербалаевтың өзінің несі, не дейді андай, идеясы, ол адамға денсаулық береді и признание береді. Жаңағыдай статус береді, ақша береді, признавать етеді, мынандай жаңағы красный ковер, жұлдыз береді деген секілді. Сондықтан бұл жерде сіздерде сол өздеріңіз признание бересіздер. Не то, что біз келдіңіз, вы похудели, да? Маған қанша әйелдер келеді, келе алмай жылап отырған адамдар бар. Мен мына фигурамнан ұяламын дейді ғой. Ана жерде сіздер бүйтіп алып тұрсыз. Ол алдында тұрған қыздардың фигурасы күшті болып тұрады, қалғандарымыздың бәрі ағып кеткен. Оразадан шығып мен де ағып отырмын мына жердің бәрі. Ұялғанымнан отырмын, тығып бәрін бүйтіп жасырып. Ешқандай ұялудың қажет жоқ. Депрессияда жатырмын дейді, кеше бір кісі айтады. Күйеуімді өмір бақи менсінбейтін дейді. Жасың үлкен, 15 жас кімге керексің сен? Бетің андай, түрің мындай деп, басқа әйелге кетті дейді. И содан қатты разрушение. Вот сондай состояниеде жатсаңыз, просто өзіңізді алып шығыңыз, албасты басып жата бермеңіз. Бұл өмір мені жек көреді, елдің бәрі жек көреді дегене, это поликлиника для души. Есіктен кірген кезде біз сондай бір атмосфера создавать еткіміз келеді, Талғат екеуміз. Бізге жетіп алған сол гармонияға, біздің жетіп алған сол энергияға. Андай адам бір өліп қалған, өлген қойдың өкпесі сияқты жүреді, өзін өзі әрең көтеріп, бір күн бар, бір күн жоқ, эмоциональный качели дейді оны, неде, психологияда. Бір күн вау, как будто ұшты, бітті, ақша бар, особенно зарплата алған күні. Өмір сүрем, всех люблю деп, не дай бог бірдеңке тарс ете қалды, там кредит келді, бітті, сол күні всех ненавижу, өлем, бітті деген сияқты. Сол үшін осындай клуб, это вот помогает адамның трансформациясына. И мен өзім трансформатормын. Барлық жағынан уже тұлғаннан, әне суицидға барғанда вообще самооценкам өсіп кетті. Менде семеркалар 78 жылғы 7 августта туылған деген секілді. Мен қасымда періштелер елу жүреді деп ана суицидистер айтқан кезде о бәсе деп. Бәсе. Сосын ана энергия деген көп Құдайдан беріліп қалған бензин дей ма сондай. Сосын тағы бірдеңкелерді айтады, в общем, сен осындай адамсың деп. Соған мәз болып қалдым енді. Негізі көбісі айтады ғой, суицидширк, ана нумерология бірдеңке. Маған ондай инструменттер ұнайды. Өзіме керегін аламын. Жаңағыдай миым бір өліп бара жатқан кезде уқыты деп. Даже біздің мамаларымыз кезінде ана скорпион, овен, бірдеңке, мысалы папамды айтып отыратын, бұл овен ғой, бұл өстіп как мүйізімен қадалып алады деп, она давала себе какое-то успокоение, да? Ол бір табынып, мені ширковать етіп, жаңағы Құдайды ұмытып кеткен емес. Сен өзіңе аласың да, и по суицид, когда мені бүйтіп четко нелер келген кезде уже түсініп келеді, оказывается, солай екен ғой деп. Сондықтан еріңіздер, келіңіздер, қазір уже 3 минут кетті, қазір бізде йога болады. Күнделікті йогаға келіңіз. Сіз енді қараңыз, қанша жылдан бері теорияға тойдыңыз. 2017-те мен оқиды екенсіз, осы әңгіменің бәрін мен сағаттап айтып жатырмын. И адамға әрекет керек. Особенно двоечница болып шуыңызды сүйретіп, қозғаламай жүргенде, бұл резкий рост болады. Резкий рост когда түсінесің, когда ақшаң көбейген кезде өмірде. Сізде уже кішкене понимание келіп, ол алғыс айтып жатсыз, значит, сізде уже нәтиже көргенсіз, И ағарай. Сен турасын айта алмайтын ғой. Да, қазір өшірем сөзді айтасыз. Мен негізі көп секреттерді өшіріп қойып айтамын. Кеше ақтырма, өшіргеннен кейін ғана айтыңызшы дейді да мен. Сол кезде сол ойым бөлініп кетті. Сол свежий кезінде айту керек деп. Сол үшін осында келіңіздер, секретистік. Сол үшін бұл жерде қазіргі заманда сол здоровье, признание и мен өзім қосар едім энергия деп. Потому что когда мен депрессияда жатқанда шынымен энергиям өшіп қалды. Вообще всех ненавидела. Ешкімді көргім келмейтін. Талғат жана біреу келді, анаң әйелі кетті десе, Назарбаевтың әйелі келсе де есікті ашпады. Жоқ вообще. Чаттың бәрінен шығып кеткенмін, всех ненавижу. Ана туысқандарымды әйтеуір керек болғасын шыдап жүремін деген сияқты сондай чувствода жүргенмін. Қазір мына өзімнің сол неген сынақтан сынап жатыр мені деп қиналасыздар ғой енді көбіңіз. Қиындық деген күшті, хорошо көтендеріңізден теуіп келген ем. Потому что мына эго деген, эгоцентризм деген любой әйелде 45-тен асқан әйелдің бәрінде бар. 30 пен 40-тың арасында әйелге сұлулық беріледі, энергия беріледі Құдайдан да.
20-30-дың арасында бәріңіз қараңыздаршы, бір сүмдеп жүресіздер ана. Ана жерден біреу қағып кетсе құлап, мына жерден біреу бір сөз айтса депрессияға кетіп, ана не болып, боксерский не дешеді мындай? Груша болып, елменен таяқ жеп. 30-ға келген кезде жаңағы қолға госакт, жаңағы нелер түседі, жаңағы үйдің паспорты. 2-3 бала туады, мына жақтың бәрі көтеріледі, мынандай желкеленеді. Әйел деген 30 пен 40-та еще сұлуланады, жұмыс пайда болады, там ақша пайда болады. И 30 пен 40-тың арасында адамда сонымен қоса ол плюс эго пайда болады. И эго деген вообще пісет мынандай, вообще махровый болып. Ақша көбейсе вообще адам көрмей кетеді, вообще бүйтіп. И уже 45-тен ары қарай уже жейді ана эгосының пісіріп қойған кашасы. Яғни кашаны былықтырып пісіріп қойдыңыз ғой, оны енді жеу өте, мысалы үйде пісірдіңіз, бықсытып, беті піспеген, ортасы піскен, астық күйіп кеткен каша. Кім жейді енді? Өзіңіз жейсіз да, оны жемесеңіз жақсы тамақ қайтын салынбай қазан бықсып тұр. Сол сияқты ол өзің жейсің да. Біздікілер не істейді? Біздікілер баласына жегізеді, келіне жегізеді. 45-тен асқан әйелдерде нарциссические расстройства личности деген диагноз бар, эгоцентризм деген диагноз бар. Кәдімгі мына психологияның барлық диагнозы бар. Мен айтар едім, емдел бар да деп. Ана мысалы ковид, ковид, грипп болған кезде оқшауландырады ғой, оқшаулану не деуші? Орысша. Изолятор, Вот, вообще ана 50-ден келген, өмірін қора қылған, кредитқа кірген, бычыт болған әйелдерді вообще изоляторға жабу керек та. Еркектерді де. Олар не істейді? Еркек отырып алады, мен әкемін, мен бір бәлем өзінің миында екі сызығымен боқты да істемеген кашаға кірген, еще келеді да жұқтырады да ана. Он больной, она больная. Кәдімгі невротические расстройстволар бар. Ол алады да оны ана жаңадан түскен келініне, жаңадан түскен несіне жұқтырады. Ана мені бағу керек, асырау керек деген ол пәленбай ғасыр бұрын өтіп кеткен история. Өздерінің бір керемет, сенің отар-отар қойың баяғының бай заманында секілді. Киіз үйлерің бір ауылыңды ұстап отқан бай болсаң, балаңды қасыңа ұста да, кенже балаңды ұстап отыр. Өзіңде түк жоқ, өзің еще больнойсың, еще емделу керек саған. Ренжімеңіздер, осыдан кейін маған хейт жүріп кетуі де мүмкін, но пока сен өзің ауырып отқанда сен жұқтырасың. Ковидті изолировать етеді ғой. Өзіңнің ауыру екенін түсіндің ба, ақымақ екенін түсіндің. Мен қазір вообще ана Камиляның жанына жуылып ақыл айтуға қорқам. Потому что мен білем ақымақ екенін, ауру бір ішімде диагноздар бар екен. Алып ол адамға, ана каждый сөзімді фильтровать етіп барып жеткіземін. Бүйтіп бөліп оған бола ма, өзінен ақыл сұрап алып деген секілді. Сен қалай етер едің деп. Өте опасно қазір заманда вообще балаға ақыл айту. Біз ана бүкіл диагнозымызды балаға жұқтырып тастаймыз да, өзіміздің өмірімізді құртқан болсақ, біреудің өмірін құртып тастаймыз. Ана жаңадан өсіп келе жатқандарға вообще тиіспеу керек. Сепарация бүгін таңертең сол қатты маған әсер етті да. Жабысып алған бәрі бір 45 адам бір үйде, жаңағы 20 жыл темір жолда, 25 жыл темір жолда істегенмін дейді. Темір қатынсың дедім. Неме дейді андай, отличницамын, у меня приступ, мен қазір бәрін қайтып нетем бүйтем. Вот мына отличницаларда вообще эго өсіп кетеді. Потому что біз бірінші класстан отырғанда ана маңқасағы отырған әріп танымайтындарға деп бүйтіп қараймыз да, фу деп бүйтіп ана. Мен сенбей содан эго өсе береді. Ол бір 17 жасқа келіп қызыл диплом, алтын не алғанда вообще үйдегілерді менсінбей кетесің оны. Үйдегілер жайский адамдар сияқты өзің звезда болып бүйтіп. Өйтіп өскен эго өте қиын, қыздар. Эгоны вообще сындыру өте қиын. Занимайтесь собой. Мына терлеген кезде, таңертең йога жасаған кезде, денемен заниматься еткен кезде шынымен эго сынады. Біздің ішімізде эго деген ол немен айтсаң, сущность, орыстардың сөзімен айтсаң. Қазақпен айтсаң, жын кәдімгі, шайтан. Пісіп алғанда сыбырлап тұрды құлағыңа. Ты лучшая деп. Ты умница. Сен бәрін жасағатқан. Сен күштісің. Эго деген кәдімгі іштегі шайтан. И ол саған прям құлағыңа кетіп қасында бір адам отқанда сыбыр-сыбыр етеді. Мен кәдімгі өзімнің эгоммен өліп тұрып заниматься еткен адаммын. И ашты шындықты есту өте қиын. Ақиқатты есту өте қиын. Ане жол айтып бермін, мен вообще бір апта ауырғам. Ауырып, мен вообще плохо болған когда маған бетін бұрындарды эгоны Құдай өз бүйтіп сындырады. Адам өз осознанно мен осындай екен, ақымақ екен, мен ішімде эго бар екен, мен кішкене дұрысталайын демесең, быт-шытыңды шығарып сындырып тастайды. Быт-шытыңды шығарып шайнап лақтырып тастайды. Сосын топалағың шығып, картайғанда не секс жоқ, не кекс жоқ, не түс жоқ. Айнан деп адам. Елдің бәріне айнан, біздің елім жақсы деп өстіп тұрасың. Соған жетпеу үшін надо заниматься. Өзі жындысымен қоспай, осы әйел басқаларды да жынды қылды дейді. Күлі жайына, күлі ойнап.
не дейді анам, мен сияқты жасап ал, мен сияқты жетіп ал, жынын сандырағы келеді. Мен сандырағым келеді, біреудің несінде отырып хат жазуда жындылық қой, былай қарасаңшы. Мен мысалы біреудің прямой эфиріне кіріп жазу қоя аламын, жаным. Күшті сөйлеп жатқаннан болса, тыңдап отырамын да, жазу қоя аламын. Алмай жаза беру деген ол не ят жоқ, не бет жоқ вообще. Бетсіз, тексіз адамдар жазатын сияқты, андай біреулерге барып бірдеңе қуанып біреудің бірдеңелерін жазсаң, жазуға болады. Андай деп андай тіл кетіп қалғанда бірінші ми жоқ. Шымкентте Ербалаев орталығы бар, біздің мына Талғат Құралай деген парақшаға кірсеңіздер, полностью бірінші несінде жазылып тұрады. Ал қыздар, йога жасайық, мына дәмнен ауыз тиіңіздер, үйдегі не демеңіздер, андай қатқан-құтқан демеңіздер, біздің үйде бұндай нәрсе жемейді екен, не оны. Өстіп қарап қоямын, мынау не деп. Шетелден келген. Шетелден келген бісміллә деп осыған жетек деп. Анау ар жағында Қытайдан келген қыздар. Ана домалақ ареп бар ғой? Жиде, Қытайдан келген. Қытайдан келген ол. Анау бер жағындағысы Вьетнамнан келген. Ауыз тиіңіздер. Мыналар Катардан келген, мына балдар. Бал. Катардың ана Рексістің балдарын ұрлап кетті. Алмаңыз, тұрсын жесінде елдер бәле шығырсыз. Нәже қыздар қасып. Я қасал. 1000 я? Дұға дәптер жоқ я? Аха, давайте йога жасайық, сосын билейміз, е? Мен сізге тағы бір жағдайымды айтсайыншы. Балам аяғым ауыр болды да. Сосын балам 6 айға келгенде мен негізі КамАЗ алған да өшін жоқ. Үш рет білейін ба? Тоғжаннан деген сахараны жетіп бере саласың ба өзің? Коктейль аха белок қосып бере саласың ба? Бар жер өшін. Прямо эфир. Өшіп тастайын ба? Хорошо. Мен де сол болсын. Сіз айтасыз ғой. Қазір ана аятыл курсиді көп адам сұрап жатыр да, мен ана жолы аятыл курси. Қыздар аятыл курси тыңдадыңыздар ма? Не болды сосын? Мен ішінде бітіріп не болды? Ішім ашық па, құлағыма До конца тыңдадыңыз ба? 20 минут 30 минут? бірнеше рет тыңдадым. Андай іште бір жаман нәрселер болса, қиналса, адам бүкіл шаруасы еске түседі. Туалетке барақсы келеді, су ішкісі келеді, басын етеді, шыңылдайды, болды ма? Сол кішкене тазалану керек. Тазаланған су, сіз енді қанша жүрсіз бұл жақта? Адамның ол ана жын деп қорқудың қажеті жоқ, ол просто іштегі негатив. Адамдар айтады ғой, ойбай маған жын кіріп кетті, ол просто негатив іштегі, өзіңнің ішіңдегі ашу, ыза, өкпе, оны ойбай маған жын кіріп кетті, ертең бір мешітке барып құлап атпаңыз. Мені оқып кезде жүріп жатқан көзімнен жас шықты өзіңіз не? Честно. Я бір қасым. Ол андай қыздар маған бүйтіп кетті, маған сөйтіп кетті. Просто адекватно адам өзін өзі ұстау керек. И ол жын деген, ол 7 жаста дейді, ең үлкен прям трампет деген жынның өзі кішкентай бала 7 жаста. Оны сіз управлять ете аласыз. Бисмилля, аузу биллахи деп өзіңізді прям не істесеңіз болады да. Дінге хабарым жоқ менің. Бірақ адам деген мынандай өзіне өзі мықты болу керек. Мықты қай кезде боласың, сила воля, күш жігер болған кезде. Қай кезде күш жігер, это спорт. Ол жаңа таңертеңгі жүрген кезде, таңертең мына ненің бәрі адамға көмектеседі. Ол қатты қиналудың қажеті жоқ. 20 шақырымға толтырдым мен өмірімде бірінші. Екінші дыхание ашылады екен. Семеркаларға екінші дыхание ашылғанда мотор боласыз. Басында бүйтіп келесіз да бір кезде енді қасиетіңіз ашыла бастайды. Байып кетіп бізді менсінбей кетпесеңіз болды. Кім едіңдер деп, танец қандай дейді. Қазір онда билейміз. Сұрақтарыңыз жоқ қойды. Сізді ренжітіп алдым ба? Алыңыз. Мен сізге ертең күшті бала кетіп беремін. Сіздің есіміңіз кім еді? Ғалия. Мен сізге одан да күшті алып келемін. Просто мына қыздар ауыз тисін деп алып келген ғой. Жоқ. Жіберсін, мен просто айтайын ғой. Балдың өлкесі бізде ғой. Аятыл курсиді ежедневно тыңдай беру керек. Мен қазір уже 20 жылдай бастап тыңдап келе жатырмын. Өте керемет. Вообще Құрандағы сүрелердің бәрін тыңдай бергеніміз дұрыс. Сізден естіп оқып. Жақсы, біз йогаға кеттік, қазір йога қосам. Жаным-ау, Арай, сізді мен ренжітіп қойдым ба не? 11-ші күні туылғандар вообще кереметсіздер сіздер.
двойкалар вообще суперсіздер. Сіздерде понимание бар. Әйелдер болса сіздерде женственность бар. Вообще керемет. Мен суицид айтып кетеді дейді қазір. Мен айтып берші, мен соны есептепті мен. Қандай сіз? 27 август 73. Сіз девяткасыз ғой, да? Мә, сіз деген, сіз кереметсіз. Жауынгерсіз, сіз вообще күшті. Иә. Как осятында жүрген